Кайырлы күн баршаларыңызға. Сіздермен Айгерім Кекс каналы. Бүгін сіздермен өте керемет қытырлақ болып шығатын қаттама жасайтын боламыз. Бұның өте секреті бар. Алдымен бізге қарапайым су қажет. Бөлме температурасындағы және де тұзымызды, ұнымызды салып қамыр илейтін боламыз. Орташа қамыр бізде. Қамырымызды илеп алдық. Енді осыны 3 бөлікке бөлетін боламыз. Зуалаларға бөліп алдық. Енді майымызды еріп алатын боламыз. Оған дейін кез келген сармай қолдансаңыздар болады. Мен өзім шедрайлета қолдандым. Енді міне біздің секретіміз, мына жерде 2 қасық ұн, 2 қасық кукурузный крахмал қосатын боламыз. Өйткені қазір біз қамыр жайған кезде осы екеуін қосып, ұнтақ сеуіп жаямыз ғой қамырымызды. Ұнтақтың орнына осы екеуі араласқанда қосып жаятын боламыз. Өйткені кукурузный крахмал қытырлақ болуына көмектеседі. Картофельмен кукуруз жарамайды, сол себепті міндетті түрде кукурузды қолданыңыздар. Еріген сармайымызды барлық жеріне тегізіп жағып шығатын боламыз. Тура видеода қалай жасап жатырмын, сіздер де солай жасайтын боласыздар. Міне майымызды бәрін жағып алып жатырмыз. Қазір біз орайтын боламыз. Видеода бұл жерде оралған жері көрсетілмепті. Кәдімгідей орап шығатын боламыз. Оралған қамырымызды 2-ге бөліп ортасынан осылай бір зуаладан 2 қаттама шығатын болады бізде. Яғни бізде 3 зуаладан 6 қаттама шығатын болады. Қаттамаларымыздың бәрін алдын алып осылай жайып алатын боламыз. Қатты жұқа етпей, қатты қалың етпей, орташа жұқалықта жаятын боламыз. Енді табамызды қыздырамыз, майымызды көп қоймаймыз. 2 ас қасықтан құйып отырып пісіретін боламыз. Біздің майымыз қызып қалды тапада. Енді қаттамаларымызды жаймен деп пісіріп алатын боламыз. Міне қыздар, біздің қаттамамыз дайын болды. Өте қытырлақ әрі күшті болып шығады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Видеом сіздерге ұнаған болса, каналыма жазылып тіркелуді ұмытпаңыздар. Комментария жаза кетіңіздер. Алдағы уақытта қандай рецепт шығаратынымды.